алдын сабақта 7-ші сабақтың бас жапқы 9 сөзін өткенбіз. Есіңізде бар ма? 中午吃饭食堂馒头米饭米药葛碗деген 9 сөзін өткенбіз. Енді ары қарай тағы да осы сабақтың жалғасты 9 сөзі. 9 сөз болғанда мына жерде бізде қазір 7-8 сөз жазылып тұр. Ары қарай тағы да жазып көрсетемін. Бізде бірінші 10 сөзіне келгенбіз. Жидан. 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 Жи деген сөз өзі жалғыз келген кезде тауық, кәдімгі өзіміздің үйде асырайтын тауығымызды жи деп айтамыз. Дан деген соның тұқымы. Жидан дегеніміз жұмыртқа. Енді бөлек тауық деген сөзді біз жи деп айтамыз. Жидан болса жұмыртқа. Жи деген сөздің мына жағындағы сөзге қарайықшы. Мына жеріндегі, міне алдын алып сызсақ. Мен бұны алғашқы сауатта ең бірінші ретінде өткенмін. Няу құс деген. Есіңізде бар ма? Бұл няу болып келеді. Ал алдында басқа ю әрпі қосылған кезде бұл жи болып қолданып тұр. Ал келесі сөзіміз таң. Таң дегеніміз сорпа. Мысалы, еттің сорпасы болады. Оны келесі сағатта үйренеміз. Ру-таң. Ру-таң дегеніміз ет. Еттің сорпасы сонда. Ал енді бізде міне осы сабақта берілгені жұмыртқа сорпасы дейді екен. Енді сіздер ішіп көрдіңіздер ме білмеймін. Жұмыртқадан жасайтын сорпа болады. Бұл Қытайда таңғы асқа ішеді. Жидан таң. Жұмыртқа сорпасы. Таң дегеннің алдында мынау сәлден шөй дейінеді. Мына үшеу. Біз әлі бұндарға әлі келе қойғамыз жоқ, тереңдетіп әлі үлгірген жоқпыз оған. Бұл сәлден бұл сияқты алдындағы кілттерді кейін алдыда Алла қаласа болашақта үйренеміз. Жидан таң бұл сорпа деген сөз. Мысалы, жидан таң тауық сорпасы немесе жұмыртқа сорпасы. Егер де мысалы тауық сорпасы болатын болса, мына жердегі дәнді алып тастаймыз. Дәнді алып тастап, житаң. Житаң дегеніміз немене? Тауық сорпасы. Жидан таң болатын болса, жұмыртқа сорпасы. Келесі, пижоу. Пижоу деген сөз енді ұлдар жақсы түсінеді. Пива. Пижоу. Ашыған арақ деген сөз ғой енді. Пижоу. Жоу деген сөз өзі жалғыз арақ деген мағынаны білдіреді. Егер де біз ішіп жүрген ақ арақ дейміз ғой. Ақ арақ. Кәдімгі ішетін арақты, ақ сетіндегі арақты қалай айтамыз? Бәй жоу. Біз бірінші сабақта үйренгенбіз. Есімізде бар ма? Бәй, ақ деген сөз. Жерге қарамен жазайын, жақсырақ көріну үшін. Бәй жоу. Бәй дегеніміз ақ. Есімізде бар ма? Бәй жоу болатын болса, сонда немене болады? Ақ арақ. Бұл бәй жоу болса ақ арақ. Егер де виноны кәдімгі қызыл арақ. Қызыл деген сөзді біз қалай айтамыз? Хоң дейміз. Келесі кейін үйренеміз. Хоң деген қызыл түс. Светті айтады. Қызыл түстегі. Хоң жоу болатын болса, мына бәйдің орнына хоңды қоятын болса, хоң жоу болса қызыл арақ. Виноны кәдімгі түсі реңі қызыл болатын арақты қайтады екенбіз? Хоң жоу дейміз. Енді келесі сөзіміз бізде. Чөше дегеніміз мыналар. Мысалы, біз айтамыз, мыналар, мысалы, біз алдың сағатты оқыт қой. Мынау и анау. Сілтеу мағынасындағы. Чы и на. Чышы, нашы. Мынау, анау. Енді ше деген сөзіміздің жерде көптік. Мыналар, лар, лер болып кетіп тұр. Жерде чөше болатын болса, мыналар алдымызда тұрған. Бір ғана, мынау ғана жалғыз нәрсте емес қандай. Ше болғаннан кейін мыналар, көп нәрсте. Мысалы, алдымызда пен, манты, барлығы тұру мүмкін, барлығы. Сондағы чөше, мыналар. Ише дегеніміз бірнеше. Ише. Мысалы, егі болса біреу болады да, еше болса бірнешеу. Көптік мағынаны білдіріп тұр. Наше болса аналар. Жаңеге біздің чөше, мыналар и наше аналар. Келесі сөзіміз бізде жаузы. Жаузы дегеніміз пельмен. Қазақша бізде қазір көшелерде болып жатыр ғой. Түшпара дүкені деген. Түшпара дегеніміз осы жаузы пельменді айтамыз. Келесі сөзіміз
Пауза дегеніміз манты. Астаналық кісілердің тілмен айтқанда мәнті, сіздердің тілмен айтқанда манты. Пауза. Так, енді осыдан кейін бір сөз бар. Бір-екі сөз бар. Екі сөз бар екен ғой қазір. Кәдімгі бізде лапша тамақтар бар, лагман. Соны қалай айтады екенбіз? Ментяу. Ментяу дегеніміз, мен дегеніміз ұн. Тяу дегеніміз талдау деген сөз. Бір талдан, екі талдан, немесе үш тұқтан. Ментяу. Бұл сонда қандай бізде? Лапша тамақтар. Мен ұн деген сөз өзі жалғыз. Ментяу. Лагман деген сөз былай айтқан кезде. Енді ұн деген сөзді жалғыз өзі қалай айтады екенбіз? Мен деп айтамыз. Екі шуды жазамыз. Мына жерде негізі пе мынаны қайтеді, ортасына қарай келеді, Тяу. Берге жазылайын. На. Хан. Шоу. Пе. На. Сосын кейін тағы бір сөз. Кісінің аты екен Мали. Мали деген кісінің аты бар екен, онда өте кетейік, артық болмайды. Мали. Мали кісінің аты. Хан, шу. Сынып деген сөз есімізде бар ма? Бән, шибая, өн дегендегі бән. Сондағы бәннің алды міне жерде. Арт жағын немене? Ат дегендегі Мама дегендегі маның арт жағымен ұқсас. Мама деген маның алдыңғы жағы әйел, арт жағы атпен байланысты. Ли деген сөз тақым жерге сыймайды екен, жалғастырайық. Ли. Хан. Есімізде бар ма? Ай деген сөз. Соған ұқсайды, бірақ үйенің ішінде қандай? Екі қың бар. Ал мынаның ішінде немене? Бір ден қанат бар. Ли дегеннің ден. Міне, екеу қылып жазамыз. Мали бұл кісінің аты. Астына өшіріп жіберейсіздер. Қате түсініп қап жүрмеңіздер, Мали бұл кісінің аты. Мен тяу. Мен дегеніміз ұн. Тяу, талдау, үштіктау. Мен тяу сонда лагман. Келесі Мали кісінің аты. Міне бізде бүгін 7-ші сабақтың сөздерін аяқтаттық. Енді осы екінші тақырыпта өтілген жеке сөздерді оқиық. Жидан, жұмыртқа. Жидан. Жи, тауық. Дан, тұқым. Жұмыртқасы. Таң, сорпа. Таң. Жидан таң дегеніміз жұмыртқа сорпасы. Пижеу, пива. Қазақша сыра. Пижеу. Жеу, арақ. Жөше, мыналар көптік мағынасы. Ише, бірнешеу. Наше, аналар. Жаузы, пелмен, тұшпара. Жаузы. Баузы, манты. Ментяу. Лагман, лапша, ментяу, ұн тамақтар, Мали, кісінің аты, Мали. Сомен 7-ші сабақтың сөздері. Жоңу, түс, әбет. Шы, жеу, фән, тамақ. Шы, таң, буфет, асхана. Мәнту, бунан. Мифән, күріш. Күріш, мифән болса күріш тамақ. Кешіріңіздер. Яу, керек, хочу. Ау, еу жалғауы. Вән, кесе. Жидан,
жұмыртқа, жи, тауық, дән, жұмыртқа. Жидан, сонда тауық жұмыртқасы. Таң, сорпа. Пичеу, пива. Жеу, арақ. 这些, мыналар. 那些, аналар. 一些, бірнешеу. Я? 饺子, пермен, түшпара. 面条, ұнтамақ. 包子, манты. Мали, әйел адамның, қыз баланың аты. Я? Міне, бұл бізде 7-ші сабақтың 18 сөзі. Осы 18 сөздің өзі бізге аз болмайды. 7-ші сабаққа дейін біз қазір 70-80 иероглиф үйреніп қойдық. Я? Соқтан бұл бүгінгі 18 иероглиф сіздерге сәттілік тілеймін. Жақсылап көп жазыңыздар, көп жазыңыздар. Қанша көп жазсаңыздар, бүгінгі 18 сөзден кем дегенде әр адамның басында қанша қалу керек? 16-17 сөз міндетті түрде қалу керек. Міндетті түрде. Сондықтан көп жазайық, сіздерге сәттілік тілеймін.